Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Бүгінгі таңда исламда әйелдерді шектейді, әйелдерді төмендетеді деген тоже исламды білмейтін адамдар да. Мен айтайын, мен даже бүйтіп келіспеймін кейде. Мен шәкірт қыздарым бар ғой, солар өйстіп айтырмын. Ислам әйелді қатты көтеріп жіберген деп тұрып айтамын. Әділетсіз көтерілген деп тұрып әдейі айтамын да. Сұмдық көтерілген. Кәдімгі еркек төмен болып қалады. Қандай жағдай деген кезде жігіттер нәпақа кімге міндетті? Әйелге айтады, демал болды дейді. Демалғанда қалай енді? Үйде, неңді нетте, болды. Сен уайымдама нәпақаңды дейді. Кім уайымдайды дейді? Еркек уайымдайды. Бізде шариғатта әйел адам махрамсыз жүрмеу, сапарға махрамсыз шықпау деген бар. Махрам дейміз, үйлене алмайтын туысқаны, үйленуге болмайтын туысқаны, ағасы деген сияқты қасында жүру. Егер ол ондай кісі болмаса, оған жалпы сапарға шығу міндеттелмейді. Мысалы, қажылыққа да бару міндеттемес дейді. Демек айтып отыр ғой, в общем, қасыңда қашан қызметші болады, сол кезде барасың деп тұр да. Қызметші беріп тұр да, ол әйел адам қасына міндеттеп тұр. Егер қызметші болмаса, саған ештеңе етпейді дейді. Еркек пен әйел үйленеді. Еркек пен әйел үйленген кезде махарды неге әйелге береміз? Не еркекке махар тағайындамасқа да? Не істеп қойыпты? Енді әйел адам күнде қызмет қылады, еркекте қызмет қылмай ма? Шығып, сыртқа шығып, нәпақа таппай ма ол деген? Ол екеуі де бір-біріне қызметте қазір. Неге әйелге мінде береміз біз махарды? Неге еркекке берілмескен? Сол болды. Сондықтан да жігіттер әйел адамның жағдайы исламда көтерілмесе түсірілген емес ешқашан. Мен айтамын, әйел адамның әуретінің жабық болуы әйел адамның жоғары екенін көрсетеді тағы да. То есть, былайша айтқанда, мен бір араб шейх келді. Той екеуміз фурман кетіп барадық. Фурман бойымен кішкентай жап-жас аузында сүті кеп келген қыз, мынандай юбкамен кетіп бара жатыр. Енді ана көшені жалып тұрады, бүкіл бәрін 16-17 шығар әлі. Көріп тұр, бірақ аяғы ұзын екен де. Сапог киіп алған, капроны, юбка мынандай сөйтсе анау араб шейх қарап тұрып айтады ғой, мына елді жігіттер қамаған ба дейді маған. Мен не өйтіп айтасың деп едім. Енді жігіт болады mesela мынау ағасы шығар, бір қағасы бар шығар, папасы бар шығар, шығара ма өйстіп қыздың үйден дейді. Енді сен сестренкің сөйтіп шығып барып қартқан кезде ойламайсың ба сен деймін да енді ол. Действительно, не айтасың сен оған? Шынымен де сестренкі үшін переживать ететін адам сөйтіп шығара ма? Анау таза қылмысқа итеру адамды. Мен кейде осындай ата-аналарға таң қаламын да. Маған звондайды. Ұстаз, мен орамал тағып едім, бірақ ата-анам шеш деп жатыр, қыдыр кішкене жүр. Не болды деп мен айтамын. Не қалайды бұл сөзбен деймін да адам, ата-ана. Не тілейді сол кезде? Мені кішкене қыдыр жүр деген қалай түсінсе болады ғой? Жоқ, сол не қалай түсінесің ол? Мен түсінбеймін ол сөзді. Неге итермелеп жатыр сол кезде? Бұл қалай ол? Наоборот. Адам айтып жатса, мен бұзылып жүрмеймін десе, жоқ, бұзыл деген сияқты бұл, мен түсінбеймін оны. Қыдыр жүр дегенді. Сондықтан да түсінік ауысқанды бүгінгі таңда адамдар.